мамаңның сіңлісі мен бір мақсым молла біреуге алып барып еді, маған 6 қағаз берді, шайнап жұт деді. 3-еуін жұттым қойдым. Енді қатты қорқып жүрмін. Қағаз жеп не көрінді, Құдай-ау, макулатура жеп. Бәсен қағаздар азайып қалған десем, сен жеп қойған екенсің ғой бәрін. Сен қағаз жетіспейді дүниеде, неғып қағаздар жетіспейді деп қоям. Сен бәрін сен жей берсең, жер бетіне қағаз қалмайды жаным, жазамай қаламыз бәріміз. Папирустан қағаз таба алмай қиналамыз. Қағаз жеме, тамақ же, ет же, шашлик же, тамақ қағаз жеме, зиян ол. Қағаз өліп қаласың. Қағазға не жазылса да жеме. Секретный, супер секретный, Пентагонның коды болса да жеме. Енді единственный қағаз жейтіндерге рұқсат, взятка жейтіндер бар. Взятка алып атқанда антикор келіп қалса, қағазды, ақшаны шайнап жеп жұтып жіберсең, енді болатын шығар енді. Үйті бір жерінен шығарып алады оны. Сондықтан қалған жерде қағаз жеуге болмайды жан, қой қағаз жеме. Енді бірақ қалай жедің, маған да қызық болып тұр. А4-ді қалай жеді екен деп, қанша уақыт шайнадың, шайнамай жүрдің ба, артынан запивать еттің ба сумен коламен, қалай кетті екен деп қоямын енді, уайымдап енді түні бойы. Бір кісінің сақалы бар екен, бір атаның. Соны біреу кепті де айтыпты, ата, мына ұйықтағанда сақалды одеялдың астына қоясың ба, одеялдың үстіне қоясың ба депті. Соны атаң айтты, білмеймін, күшті ойнамаппын. Соны үйіне кепті де, бүйтіп жатса, астына қойып көрейінші деп астына қойыпты. Соны тұрып жоқ үстіне қойын деп қайта үстіне қойыпты. Соны тұрып тағы астына қойыпты. Содан ұйқысы бычты болып ұйықтай алмай, жындан бана айтты. Нең бар еді мен сақалымда депті ғой. Бұлай қоям ба, бұлай қоям ба, жынды болдым сен үшін ұйқым бар. Сол сияқты енді мен ұйқымды бұзып сен енді бұл қағазды қалай жеді, шафранмен жеді ма, шафрансыз жеді ма, үстіне варенье жағып жеді ма, қалай жеді деп уайымдайтын болдық қой енді. Қай. 16 жыл бірге тұрамыз. Жолдасым көзіме шөп салып жүр екен. Ой. Мәнші жан. Болды енді. Енді шөбін зеттеп, сен өзі следователь болып прокуратураны шақырып, адвокаттар шақырып, енді 16 жыл тұрдың, көзіме шөп салдың дейді. Оны қатты жақсы көрем, жүрегім қатты ауырады дейді. Ештеңе етпейді. Алла шайтан азғырды, болары болды, бояусыңды. Болды ма, болмады ма, оны қой. Басында ауырып бары қарай өміріңді жалғастай бер жаным. Айналайын. Мәншік тағы да айтам. Ешкімді тыңдама. Семьяңды бұзып алма. Ол ақымақ болса, сен ақымақ болма. Еркек ақымақтың біреу ақымақ. Қатын ақымақтың семьясын бәрі ақымақ. Сондықтан айналайын. Сен ақылды бол. Ол иттік қылса, сен иттік қылма. Итке теңіліп, тоныңды битке салма. Жанұяңды шайқама. Әлбетте, басы шешілу керек, айтылу керек. Бірақ нервыңды жеме. Егер сол жерде инсульт алып, қатты переживать етіп, жылап, талып, құлап, семьяңды бұзып, яки денсаулығыңды бұзып алсаң, ол ары қарай барған үстіне бара береді, семьяң бұзылады. Сондықтан кейде үндемеген үйде бәледен жеңгеніңе жақсы болады. Оны аңдып, сөйтіп, не аласың, шайтан барлық жерде бар, семьяңды бұзып алма алтыным, тыңдама ешкімді. Мен тыңда, жаман болмайсың. Құрбымның денем түршігіп ауырып тұр деп еді, жай сумен ұшықтап жіберіп едім, келесі күні бетісіп кетіпті. Ондай күнәні өзімді күнәлі сезіп қалдым. Конечно, күнәсің. Оның ішінен бүйрегі ауырып атса, ас қылып, сен су шашып жүрсің бәріне. Одан ол қалтырап дірілдеп атса, жауырып сен үстіне су шаштың. Бұлақта бір шелек суға жүрмедім мен саған деп. Сондықтан болмайды су шашуға. Барлығымыз су шашып, бір-бірімізге су шашатындар айтайын кім шашу керек екен. Суды әйел шашап, күйеуіне шашады. Екеуі ойнайды, бір-біріне пистолеттер сатып алады, мынандай су шашатын пистолеттер болады. Сол бір-біріне шашып ойнағанға жақсы. Бірақ оны қайнағатаңа шашпа ұрып өлтіріп қояды. Пистолетіңмен ұшқайды. Сондықтан болады. Кішкентай балалармен папасы су шашып ойнауы болады. И то мамасы емес. Сондықтан мамасына айтты, не үшін шашуға болмайды? Мама ойнауға болмайды, жоқ. Мамасына қатты тиеді. Сөз ба? Папасы көтереді. Еркек қой ол ойнап су шашуды. Пистолетпен ойнауына болады бір-біріне. Әке сол үшін. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи үйіне сахаба келсе, бүйтіп төрт аяқта бесек қылып ойнап жүр екен, немерелерін ойнатып. Омардың үйіне келсе, Омар да баласы Абдулланың желкесіне мінгізіп, құлап, талып, домалап жатып ойнап жатыр екен. Осылай ойнаса болады балаларға. Басқа уақытта болмайды. Су шашпа, айналайын. Ана түкіргенді дем салам дегенде түкіріп, түкіріп, аузын фу. Болмайды. Пиялаймен ғой дейді. Баяғыда апаларымыз істейтін еді ғой солай дейді. Сен апа емессің ғой. Мен сендерді жастықтай болсам, сен апаға ұқсайсың. Апалардың заманы қалды. Апалардың заманында
зармен емдейтін, апаң қолында жіп байлап қоятын, апаң уақытында киіз кидіріп басатын, апаң уақытында күл баланы сүннет дейтін да, күл шашып жібере салатын бара берген болды, анаңа өлмейсің деп. Енді қаны бір жерінде кесіп алсаң, үстіне күл шашады, ол апаң заманы. Қазір заман бөлек. Су шашпай айналайын. Керек жоқ. Доктор бар ғой, докторға жібер. Аға, қалай намаз бастадым, күйеуіммен ұрсып қала береміз. Кейде ойланамын, бір белгі мекендеп дейді. Я, бір белгі, аузыңа ие бол деген сөз, байыңмен ұрыспа деген сөз. Намаз сені түзету керек. А намаз бұзып атқан жоқ. Сен намаз оқыдым деп көкірегің одан бетер көтеріліп баратыр. Сон намаз оқыған сайын басыңды жерге ұрған сайын төмен иілу керексің сен, аузыңды жабу керексің, нәпсіңді сындыру керексің. Намаз адамды түзету, ана тәкаппарланған сасық көкірегіңді төмен түсіру. Сол үшін ана көкірегіңді көтере бермей намазхандар төмен түсу керексіздер. Басыңды ана гонорыңды көмен түсіріп, күйеуге хоп болады дегенді үйрену керексің. Вот намаз сені соған үйрету керек. Мұрынды көтере бермеу керексің. Сенген ақшаңа, сенген көкіңе, қайнат папаңа сенбей. Нағашыңа, депутат соған сенбе. Аллаға сен, сөйтіп басыңды төмен түсір. Сонда үйдегі ұрыс басылады. Ара ұяласа терезеге дейді. Не болады? Тесік болады. Тесік болады, аралар тесіп сайды. Егер тесе алмаса, пластик күшті болса, металлотерапия болса, тұра береді, көктемді алып тастайсың. Ештеңе етпейді, басқа ештеңе болмайды. Мән берме оған. Құлпытасқа сурет қоюға, қоймауға туралы не айтасыз ба дейді. Енді сурет қоймаған жақсы, бірақ ағайындар қырылысып, төбелесіп, бәрі сол үшін қырылысып жатса қоямын да қоямын деп ерегісудің қажеті жоқ. Ажырасқанмын, ата-анаммен көп ұрсам, бөлек квартираға шыққан дұрыс па? Шығамын десем, ақша жинай алмай қалам ба деп отырмын, көп ұрыс болып жатыр әкеммен дейді. Бөлініп кетсең. Өзің ажырастың ба? Онда сен сол үйде тұра алмайсың. Сен бөлек тұру керексің. Ана махыр деген осы жерде кеп шығады. Сенің бөлек квартираға барып, уақытша тұруыңа қаражат сол үшін. Аяққа өзің тұрып жұмыс тауып кеткенше. Неге? Сен ажырасып алып үйге барып, сенің үйіңде бауырыңның, ініңнің, ағаңның әйелі бар, жеңгең ба, келін ба. Соның өмірінің бітін шығарасың ағасы екеуін. Сен барып ажырасып келген қыз үйде тыныш отырмайсың сен. Тыныш отырмайсың. Балаңды бүйтіп бағып, маған ешкім сөйлемес екен деп отырмайсың. Сен өз үйің ғой. Сен кішкене хозяйка боласың. Үйде жүрген хозяйка келіндің шұқиысың. Не мынау? Деп бауырың ақыл айтасың, тыныш жүрмейсің. Ата-анамды құрметтеймін, жағдайын жасаймын, қолымнан келгенді істеймін. Одан да көп істегім келеді. Шипажайға жіберу, әдемі киім алатын, сырға сыйлағым келеді. Бірақ қаражат кем болып тұр. Қалаймын, Алладан сұрау керек. Ата-анаға құрметі, ата-ананың құрметі үш нәрсемен болады. Жүрекпен болады, ауызбен болады, және іспен болады. Жүректегі махаббат ең бірінші тұрады, құрмет қылып құрметтеу. Екінші орында ауыздағы сөзді құрмет дегеніңді ауызбен айту. Енді сен қолынан келіп тұр екен, тұр десе, енді ақша бер деген әңгіме жоқ, көрдің ба? Ақша бер, шуб алып бер, әдемі киім бер, Швейцарияға жібер деген жоқ. Бұйырмаған ол. Ол байдың байына түседі. Бірақ адамды ойменен, қиялмен Швейцарияға жіберуге болады ғой. Жақсы сөз айт. Соны сен жақсы болсаң, ата-ана білесің неден қуанады. Сенің қандай жақсы бала тәрбиелегенсің, қандай балаң тәрбиелі, қызың қандай инабатты десе, Швейцария тұрмақ, жер шарын екі рет айланып шыққанда Магеллан деген сияқты болған. О тарихта жер шарын, сол Магеллан сияқты айналып шығады әкешің. Тірде болса да айналады, дүниеден өтіп кетсе де домалап, жәннеттің ішіне кіріп кетеді домалаған күйінде. Аунап түседі дейді ғой қазақ. Орында аунайды дейді ғой. Сол аунаған күйді, домалаған күйді, домалап прямо жәннеттің ішіне кіріп кетеді әкешің. Ол сырғамен, бриллиантпен, әдемі киіммен өлшеме. Киім бәрібір кимейді, киет, өліп қалса қалады. Ана дүниеге алып кетпейді ғой. Менің бриллиантым, бриллиант тағы болса, бриллиантпен кеткен адамды көріп пе, дүниеге жоқ, болмайды. Бәрін шешіп алып барды. Значит, ол уақытша екен. Сондықтан сен оған мәңгілік қазынасы бол. Сен қазынасысың сол. Мойындағы бриллиантсың сен. Әр бала ата-ананың мойындағы бриллиант. Сол бриллиантты дұрыс агранка дейді ғой. Бриллианттың өзін бриллиант қылып шығару үшін самородокты бүйтіп агранка береді. Қайрайды. Қырларын шығарады. Сонда жарық мына жағын түскенде жарқырап тұрып жана бастайды. Міне сол. Сіз әр бала бриллиант.
неограненный, тазаланбаған. Соның тұнықтың кейін тәрбиемен, мынау жаман бала, мынау болмайды, ұрлық қылма, коррупция қылма, маған жақсы алып кел, мына сабағыңды оқы. Осыны жасасаң, бриллиант болып сені жаққа атаңның аруағы домалаған су жәнетке келіп кетеді. Жолдасым намаз бастады дейді. Таң намазынан бастап таң намазының ғана оқиды. Қаншалықты дұрыс қабыл бола ма дейді. Намазы қабыл болады. Енді сол ары қарай намазға өтіп, намазбен өмір сүру үшін қасына сен тұру керексің. Еркек ешқашан жалғыз ағаш бәйтерек болмайды. Қасында әйелі тұру керек. Түсінесіз ба? Түртіп тұру керек, шұқылап тұру керек, қанышып тұру керек, айтып тұру керек, поддержка беріп тұру керек, көйлегін жуып тұру керек, нәскиін тазалап тұру керек, жай намазын салып тұру керек. Сонда екеуің жиналасың. Басың екеу болмай, дүниең де екеу болмайды. Дұғаларың да көбеймейді. Сондықтан біреуге біреу поддержка бересің. Екеуің қатар бір-біріңе жәрдемші болыңыздар. Сонда еркек адамның намазда тұрақтауына әйелі себеп болады. Хазірет Омар радиаллаху анху айтады ғой, мен Құдайға шүкір айттым дейді, әйеліме дейді. Неге десеңіз де дейді, мені харамнан ұстаған бір қалқан болды дейді. Тура сол сияқты сіздер де жаңағы күйеуіңіз намаз оқыды ма, соның намазына тұрақтап қалу үшін сен тұру керексің. Одан кейін сен тұрғаннан кейін артында балалар ілесіп тұра бастайды. Ереже солай. Хайыз кезінде сүйекке түсуге бола ма? Болады. Болады. Енді сен айтпай-ақ қой да бәріне. Мен хайызым деп жатыр, етек кірім деп жатыр деп. Не керегі бар? Осы етек кірді не айта бересіздер, түсінбеймін осыны. Етек кірім келіп жатыр, етек кірім келсе не істеймін? Позор деген бола ма өзі? Аласыздар ма өзі? Не болып кетті өзі? Етектен шығамай қалдық қой бұл қазақ. Қойыңыздар. Мен де байқамай оқып қаламын. Мен оқымайын десем, ана басы оқылғаннан аяқ кетіп қалады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи үйге келіпті. Үйге келсе, әйеліне айтпай, басыма шашыма, басыма су құйшы, басым жуып алайын десе, әйел айтпай, етек кірім келіп жатыр, хайызым келіп жатыр деді. Пайғамбар қолыңмен жуасың ғой деген екен. Сол сияқты ғой енді. Сондықтан ол тема емес. Ажырасайын деп жатырмын. 14-15 аптада аборт жасаса қаншалықты күнә? Адам өлтіргендей күнә. Адам өлтіргендей күнә. Ажырасу баланы өлтіру болады. Ажырасу повод емес баланы алдыруға. Баланы алдыруға сен өліп қалатын болсаң, сол бала туылса, сен өліп қалатын болсаң, или баланың сондай жаман генетикалық изменениясы болып, консилиум айтып, сен мына баланы туылсаң, или өлесің, или балаң өледі, или балаң андай бір совсем урод болып туылады десе, оған сенім болса, онда бір басқа, оның өзін сұрау үлкен болмау керек. Сен өліп, өйткені бала әлі туылған жоқ, сен өліп қалың қауіп болса, сенің өміріңе предпочтение дейді ғой, сенің өміріңе басымдық беріледі. Сондықтан сенің өмірің сақтап қалу керек. Қалған күйеуім тастап кетті, жігітім тастап кетті, форточкадан алданып қалдым, тағы не? Киноға түсіп қалдым, бір бәле болып қалды, ақтау емес, бала туылу керек. Сұрағына қарамайды. Мен бір жерде 10 жылдан бері жұмыс жасаймын, жақсы. Менен кейін бір жас маман келді. Ол жақсы араласып, басшымен бірге қосылып, ішімдік ішіп, жақсы повышение алып жатыр. Енді мен не істесем дейді. Іше салайын деп тұрмыз енді. Қораз күнде ертең шақырады екен. Соны иесін оята бергеннен, иесіне ұнамайды екен да шақырған. Соны ертең тұрып бір оятқанда келіпті, Қораз, сен шақырма ертеңірде, күн таң атып келе жатқанда деп, сонымен бұйрық берген екен. Сөйтсе жаңа Қораз жарайды деп келісіп шақырмапты. Содан бір күні ана Қораздың иесі тұрыпты да, Қораз ұстап алып, енді сен ту депті, жұмыртқа. Енді өлген жерім осы депті ғой. Сол сияқты сен басшыға алатын сол жердегі 2000, 5000 мейлі 10 000, 20 000 үшін арақ ішіп кеткені не керек, бұзықы болғаны не керек? Адалдықтың жолында сүйретіліп жүрсең де, арамдықпен тез жеткеніңнен артық алтыным. Түсін ба? Ол арамдық бәрібір өзіңнен, денсаулығыңнан, балаңнан, проблемаңнан бәрібір тесіп шығады. Сондықтан біреуге қызықпай-ақ қой. Балаға қалай дұрыс тәрбие беруге болады? Бірінші өзің тәрбиеле, Асқаржан. Сен өзің тәрбиелесең, бала саған қарап тәрбиеленеді. Үйде джентльмен бол. Көшеге қандай күштіміз бәріміз? Көшеде қандай күштісің? Сен қандай тәрбиелесің? Көшеде
қақырмайсың, түкірмейсің, камераға түсіп қалам деп қорқасың, темекінің бүчегін тастамайсың, мұсыр лақтырмайсың, бәрімен амандасасың, ыржиып тұрасың, ішінен боқтап тұрсаң да, сондай бол, соны үйде жаса. Әйеліңе жаса соны балаңа жаса. Диванның үстіне жатқанда қақырып түкірме, ішеде жел шығарма, сасып жатпа, тісіңді жу, шашпа, үйде жина, әйеліңді жұмсай берме, өзің тұрып жина, өзің ішкен жеріңді өзің жина, ештеңе етпейді, белің ауырып сынып қалмайды. Өз саяғыңды өзің жу, аяқ киіміңді өзің дұрыстап қой, соны көрген бала тура сен болады. Содан кейін бала тәрбиесі содан басталады. Біз ана күшті кітаптарды оқып алып, психологтар тыңдап алып, анау ақсақал көксақалдар тыңдап алып, ойбай бүйту керек, баланы сөйту керек деп, өз баласын тәрбиелемеген. Сен баланың не шаруаң бар оның? Сондықтан кітаптар оқы. Балаларыңа кеше дүниеден өткен Мұхтар Шаханов ағамыздың, Отырардың ойраны, қайтқан қаншама еңбектері бар ол кісінің. Барлықтарыңызды мамаларымыз, папаларымыз айтып жүрген ақ бантик басыңа байлаған әдемі қыз еді бар ғой, сол ағамыздың сөзін жазған. Шәмші атамызбен ол кісі біраз өлеңдер жазған, соны оқып, өлеңді айт, қазақи болмысыңды көрсет, Құран оқы дауыстап. Одан кейін сол ата-бабаңа өзің бағышта, сол бала қолын жайсын сенімен бірге. Содан кейін үлкен дараларымыздың, аталарымыздың әнін айт, қара өлеңдерін оқы, құрама өлеңдерін оқы, тіліңді қазақиланып сөздерге көп қос, ана шұбарлатпа, осыны көріп өссе, тәрбиенің тәрбиесі сол болады. Мә күшті, осыны күйеуіміз естісе ғой. Мадина естімей қойсын, сіз ести беріңіз. Күйеуге де Құдай жеткізді, хидаят берді. Сіз жақсы болыңыз. Сен осындай болу керексің. Мен итак тамақ істеп жатырмын, итак осындаймын деме. Сен істей бер бол. Осы істемесе істемей қойсын. Әйел кісілер, мен еркектерге айтып отырсам, бұл әйелдерге қатысы жоқ деген сөз емес. Сізге де қатысы бар осының. Сізге де қатысы бар. Ештеңе етпейді, байыңды жамандама. Балаң алдында осы әкеңнен қорқытты, білмедім, осыған тимеуің керек еді деген сөзді айтпа балаға. Баланың миы жетпейді, бәрібір содан өсіп өніп отырсың. Сондықтан ол саған айтылып отырған сөз. Еркекке айтылған сөз, ол сізге айтылған сөз. Күйеуім ауыр сөйледі кеше, жібере алмай жатырмын, көкірегімде өксік болып тұр дейді. Деп кішкене жылап алсаң болар, басады. Не істейсің енді, сөйлеп қойды енді. Өмірде бір сөйлемеген екен, бір сөйлепті енді күйеуің. Өкпең жарылып кетпейді сенің де. Сені бағып атқан шығар. Өзінен өзгеріп сөйлеген жоқ шығар ол да. Бір себеп болды ғой сенен де. Сенен де соны сөйлеткіздің оған. Әлбетте оның сөйлеген енді бір ішіне жарылып, көшедегі қатынға сөйлеген жоқ қой, саған сөйледі. Сене бір өксігін, сендегі сол өксікті ол өзінің өксігін сөйтіп шығарады. Сөйтіп шығарғысы келді. Енді соны жақсы арнаға бір. Пайғамбарымызға да біреуге осылай шағымын айтқан кезде, күйеуіңнің бір жақсылығы бар. Соны ойла деді. Яғни, саған гүл берді, саған роддомға келді, саған тамақ әперді, кафеге әперді, құшақтады, сүйді, әйтеуір бір жақсылығы бар, бір күшті бір моменті бар шығар, енді совсем жауыз тиран емес шығар күйеуің. Сол бір жақсылығы бар. Сол жақсылығын ойла да, мына өксікті сомен жеңесің. Өксікті көтере берсең, мынаны жей береді ол. Соң бүкіл жақсылықты жеп бітіреді. Бұл жақсылық пен жаманшылық әрдайым алпарыста жүреді. Сол жақсылықты ойлауға тырыссаң, жамандықтың кетуіне алтыным себеп болады.